Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан аумағында темірдің игерілуі. Сабақтың мақсаты металл өндірісі жетілуін шаруашылық салдарына тигізген ықпалын түсіндіру. Құрметті оқушылар, бүгін біз сабақта темір дәуірі туралы толықтай білеміз. Ертедегі темір өндіру тәсілімен танысамыз. Сонымен қатар металл өндірудің адам өміріне әкелген өзгерістерді анықтаймыз. Сонымен қатар сабақта біз қолданатын лексика және терминология. Олар темір, тайпалық одақ, пеш көрік, ат әбзелдері. Енді осы темір дәуіріне саяхат жасайтын болсақ, Қазақстанда біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта бас кезеңде күрделі өзгерістер орын алды. Бұл кезең адамдар темір қолданумен ерекшеленеді. Себебі адамдар темірді алғашқы өндіріп, шаруашылықта кеңінен қолдана бастады. Бұл кеңінен қолдана бастаған дәуірді темір дәуірі деп атаймыз. Сонымен қатар темір дәуірі өзі бірнеше кезеңдерге бөлінген. Олар ерте темір дәуірі өзі біздің заманымыздан бұрын 8-ші ғасырдан басталып, 3-ші ғасырға дейін аралығын қамтиды. Келесі дәуір, кейінгі темір дәуірі біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырдан басталса, біздің заманымыздың 6-ші ғасыр аралығын қамтиды. Сонымен қатар, осы дәуірде рулық қатынастар, яғни туыстық қатынастар жетіліп, тайпалық одақтар құрылды немесе пайда болды. Осы темір дәуірінде пайда болған тайпалық одақтар, олар сақтар, үйсіндер, қаңлы, ғұн және сарматтар. Міне карта қарайтын болсақ, міне сақтар мекендеген жері Сақ Парадарайы, Сақ Хаумаварга, Сақ Тиграхауда, Қазақстан оңтүстігінде мекендеген. Осы тайпалық одақтар даму нәтижесінде, бірігу нәтижесінде Қазақстан жерінде алғашқы мемлекеттер пайда болды. Яғни алғашқы мемлекеттердің нышаны пайда болды. Олар Қазақстан шығысында ғұн мемлекеті, оңтүстік шығысында үйсін мемлекеті, орталығында қанды мемлекеті. Ал Қазақстан оңтүстігінде аққұндар мемлекеті қалыптаса бастады. Енді құрметті оқушылар, адамдар темірді балқыту нәтижесінде пеш көріктерді қолдана бастады. Пеш көрік, оның ішіне отын салып, үстіне кен тасымен тастаған, кен тасының үстіне қайтадан отын үйіп, оны кен тасымен қайта жапқан. Осыдан кейін төменгі қабатта пеш көріктер қолданып, ауа үрлеген. Ауа үрлегеннен кейін одан сайын қызып жаңғандықтан, оның ішінде қып-қызыл темір шығады. Осы қып-қызыл темірді төске салып, балғамен ұрып, арнайы қару жарақтарды немесе еңбек құралдарын дайындап отырған. Енді құрметті оқушылар, еңбек құралдарын темірден жасалуы жер өңдеуді жеңілдетті. Себебі темірден жасалған еңбек құралдары ағаштан жасалған еңбек құралдардан айдағайда мықты және берік болды. Енді темір құралдарын пайдалану нәтижесінде жер өңдеу тәсілдері жетіле түсті. Егістік алқаптарын суару және егістік алқаптары мен суару жүйесі, егістік алқаптары және суару жүйесі одан сайын дамыды. Құрметті оқушылар, бұл уақытта ат әбзелдері, қару жарақтары және әшекей бұйымдар жасауды одан сайын дамыды. Міне, егер көретін болсаңдар, мен темірден жасалған қару жарақтары, яғни семсерлер және ат әбзелдері, оның ішінде үзеңгісі темірден жасалған. Сонымен қатар, құрметті оқушылар, тауар және ақша айналымы қалыптасып, сауда-саттық дамыды. Жаңа шаруашылықтың түрлері пайда болды. Енді мына жерде көретін болсаңдар, міне сауда-саттық даму нәтижесінде әртүрлі монеталар, әр ел монеталары табылды біздің жерімізде. Сонымен қатар ағаш пен тасты өндіру жетілер негізінде қала құрылысы дамыды. Қала құрылысы нышаны. Темірді пайдалану, қорғаныс пен шабуыл құралдарын дамытты. Бұл Қазақстан жерін мекендеген тайпаларға өз жерін сыртқы жаудан қорғануға мүмкіндік берді.
Және сонымен қатар, қорғанумен қатар, көрші елдерге шабуыл жасау нәтижесінде өз жерлерін кеңейтіп отырды. Осы кезеңде дөңгелекті арбалар қолдана бастады. Бұл дөңгелекті арбалармен кигіз үйлерді және шабуылға арналған арбалар дайындаған. Осыны қорытындылай келе, құрметті оқушылар, алған білімімізді пайдаланатын болсақ, бірінші тапсырмаға көңіл бөлейік. Бірінші, мәліметтерді ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Бірінші мәлімет: ерте заманда кеншілер темірді пеш көрікпен өндірген. Ақиқат немесе жалған. Екінші, ерте темір дәуірі біз заманымыздан бұрын 8-3 ғасырларда қамтыса, кейінгі темір дәуірі біз заманымыздан бұрын 3-ші, біз заманымыздың 6-шы ғасырын қамтиды. Темір дәуірінде рулық қатынастары жетіліп, тайпалық одақтар құрылды. Төртінші, тастан немесе шикі саз балшықтан салынған пештің астында көрік ауа өрлеп тұрды. Осылар ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыз. Тамаша, жауабын қарайтын болсақ, осы мәліметтердің ерте заманда кеншілер темірді пеш көріктен өндірген, бұл ақиқат болып табылады. Ерте темір дәуірі біз заманымыздан бұрын 8-3 ғасырлар қамтыса, кейінгі темір дәуірі біз заманымыздан бұрын 3-ші, біз заманымыз 6-шы ғасыр аралығын қамтиды. Бұл да ақиқат. Темір дәуірінде рулық қатынастары жетіліп, тайпалық одақтар құрылды. Әрине, ол да ақиқат. Тастан немесе шикі саз балшықтан салынған пештің астында көрік ауа өрлеп тұрады. Бұл да ақиқат болып табылады. Келесі тапсырмаға көңіл бөлетін болсақ, құрметті оқушылар, қару-жарақтың жетілу және арбаны пайдалану мүмкіндіктерін сәйкестілейік. Қару-жарақ түрлерінің жетілу, арбаларын пайдалану және міне қандай мүмкіндіктер бар. Осыны сәйкестілік көріңдер. Тамаша. Егер жауабын қарайтын болсақ, қару-жарақ түрлерінің жетілуі ол жаудан қорғанып, жерлерді кеңейту үшін тиімді болды. Ал арбаларды пайдалану тұрмысты жеңілдетіп, сауда-саттықты дамытты. Соңғы тапсырма, құрметті оқушылар, темірді игеретін адам өміріне тигізген бірнеше әсерін белгілейік. Мұнда бізге темір қолдарын жетілдіруі, жаңа қару-жарақ түрлері көбейді, қола ыдыстар пайда болды, шапқыншылық соғыстар жиіледі, жаңа еңбек құралдары жасалды, егіншілік пен көшпелі мал шаруашылығы дамыды. Осы ішінен таңдап бірнеше әсерін белгілейік. Тамаша, құрметті оқушылар, жауабына қарайтын болсақ, дұрыс жауабы: жаңа қару-жарақ түрлері көбейді, шапқыншылық соғыстар жиіледі, жаңа еңбек құралдары жасалды, егіншілік пен көшпелі мал шаруашылығы дамыды. Енді қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге біз темір дәуірі туралы білдік, ертедегі темір өндіру тәсілімен таныстық, металл өндірудің адам өміріне әкелген өзгерістерін анықтадық. Сонымен қатар темір, тайпалық одақ, пеш көрік, ат әбзелдері терминдерімен таныстық. Назар қойғаныңызға көптеген рахмет.